Оқушылар, менде экран бәрі көрініп, нормально істеп тұрма? Бәрі нормально ма? Нормально болса, сабағымызды бастайық. Бәрі естіліп тұрма, оқушылар, чатқа жазып кетейік. Әдемі көрініп тұрса, естіліп тұрса, мен олай болса сабағымды бастайын. Істеп жатыр, бәрі нормально. Норма. Газ. Я жазып. Кеттік ал. Оқушылар, олай болса бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгінгі тақырыбымыз, оқушылар, үшбұрыштар тақырыбын толықтай аяқтайтын боламыз бүгінгі сабақта. Келесі сабақта мен бастап бұйыртса төртбұрыштар тақырыбын бастаймыз, оқушылар. Төртбұрыштар тақырыбын бізде әрқайсысына бір-бір сабақтан өтетін боламыз. Тік төртбұрыштар, параллелограмм, ромб және трапеция, шаршы. Осы 5 фигураны өтетін боламыз төртбұрыштар тақырыбында. Одан кейін соңғы фигура бізде шеңбер тақырыбын өтеміз. Шеңбер тақырыбын аяқтаған соң толықтай бізде оқушылар, яғни 6 сабақпен, жобамен алатын болсақ 6 сабақпен планиметрия тақырыбы аяқталады. Түсінікті ме оқушылар? Бұйыртса алдағы уақытта 6 сабақ қалмай қатысайық. Но что-то оқушылар бәсеңдеп азайып жатыр, уақыт өте келе бара-бара. Егер оқушылар толық қатыспайтын болса, осыдан 1-2 аптада уже мен онлайн сабақты тоқтатамын. Сендерге керек емес болса, маған да керегі жоқ. Бұл онлайнның просто сендерге болады. Түсіріп жатырмын, алар қап кетпесін деп тақырып. Ал, тікбұрышты үшбұрыштар нөмірі 7 сабағымыз. Бүгінгі бізде сабақ жоспарымызда тікбұрышты үшбұрыштың қабырғалары арасында қасиеттер бойынша болады. Болады, иә, бұйыртса. Ш деген кім? Стереометрия болады. Тікбұрышты үшбұрыш тақырыбы бізде оқушылар, мінекей, бір бұрышы 90 градус болатын үшбұрышты бізде тікбұрышты үшбұрыш деп атаймыз. Мұнда бізде фигура көрсетілген. Тікбұрышты үшбұрыш мінекей бір бұрышы 90 градуспен берілген, және осы 90 градустың айналасында жатқан қабырғаларды бізде білеміз, оқушылар, не деп атайтын едік? Тікбұрышты үшбұрыштың катеттер деп атаймыз. Ал 90 градусқа қарсы жатқан қабырғаны бізде мына қабырғаны гипотенуза деп атаймыз. Бір бұрышы 90 градус болатын үшбұрыш. Және мына 90 градустан бөлек, мынау альфа және бета деген бұрыштардың қосындысы 90 градусты береді. Яғни альфа мен қалған 2 градустардың қосындысы 90 градусты береді. Неліктен? Себебі үшбұрыштың ішкі бұрыштары 180 градусты беруі керек. Және тікбұрышты үшбұрыш десе барлығымыз білетін Пифагор теоремасы орындалады, тікбұрышты үшбұрышта. Яғни катеттердің квадраттарын қосындысы, яғни 90 градустың айналасында жатқан А мен Б деген катеттердің квадраттарын қосындысы гипотенузаның квадратын береді. Мұнда бізде оқушылар төменгі жақта Пифагор үштігі деген санды қойып қойдым. Бұл бізде бүкіл есепте геометрияда ең көп қолданылатын Пифагор үштігі деп аталады. Яғни катеттері 3 пен 4 болса, гипотенуза 5-ті береді. Катеттері 5 пен 12 болса, гипотенуза 13-ті береді. Катеттері 8 пен 15 болса, гипотенуза 17-ті береді. Және мына тұрған сандарды 2 еселеп, 3 еселеп жаза беруге де болады. Яғни мысалға 3, 4, 5 деген мынау бізде қабырғаны алатын болсақ, Пифагор үштігінде, Пифагор яғни А квадрат, Б квадрат деген секілді бізде формулаларын алатын болсақ, мына қабырға 3, мына қабырға 4, мына онда гипотенуза 5 береді. Сәйкесінше осы катеттерді бізде не істеуге болады? 2 еселеп жазуға да болады. 3-ті 2-ге көбейтетін болсақ 6 болады, 4-ті 2-ге көбейтсек табаны 8 болады. Онда 5-дің 2 еселенген түрі 10 болады. 6, 8, 10-ды да жаза берсек болады. Және 3, 4, 5-ті бізде 3 еселеп те жазуға болады. 3-ті 3-ге көбейтсең 9 болады. Мына 4-ті 3-ге көбейтсең 12 болады, ал гипотенузамыз 15 болады. Бұл бізде, яғни Пифагор үштігінде ең көп пайдаланатын мәндер. Келесі 5, 12, 13 болатын болса, тікбұрышты үшбұрышта мінекей катеттеріміз 5, 12 және гипотенуза 13 болса, онда барлығын 2 еселеу арқылы да жаза берсек болады. 5-ті 2 еселесек 10 болады, 12-ні 2 еселесек 24 болады, 13-ті 2 еселесек 26 болады. Яғни Пифагор теоремасы мынаның барлығында орындалады. Катеттердің квадраттарын қосындысы гипотенузаның квадратын береді. Келесі тікбұрышты үшбұрыш берілсін тағы да. Мінекей 8, 15, 17 дейді. 8, 15, 17 деген қабырғалар берілетін болса, мына қабырғалардың квадраттарын қосындысы гипотенуза 17-дің квадратын береді. 8-ді 2 еселесек 16 болады, 15-ді 2 еселесек 30 болады, 17-дің 2 еселесі бізде 34. Яғни осындай еселенген мәндер болады. Яғни Пифагор теоремасында орындалады. Келесі бізде
Евклид теоремасы деген бар. Бізде тік бұрышты үшбұрышта көпшілігі ескермейді, ұмытып кетіп жатады. Евклид теоремасы қалай болады бізде? Тік бұрышты үшбұрыштан бізде бір 90 градусынан биіктік түсіретін болсақ, гипотенузаға, мінекей бізде биіктік түсіретін болсақ, бұл биіктіктің мәнін міне А1 көбейтілген Б1 деген формуламен табуға болады. H деген мәнді мына тұрған кішкентай екі кесінді арқылы табуға болады, ұзындықтарын көбейтіп. Яғни биіктік түсіретін болсам гипотенузаға, ол биіктік гипотенузаны екі кесіндіге бөледі. А1 және Б1 деген. А1 дегеніміз Аға проекциясы деп атамыз. А қабырғаның астында жатқан қабырғаны айтамыз, А1 дегеніміз. Ал Б1 деген Б-ның проекциясы деп атаймыз. Яғни А1 мен Б1-ді көбейтсек, ол биіктіктің квадратын береді. Немесе мына квадратты кеңістіктің оң жағына түбірасты қылып жіберуге де болады. Және осы жерде тағы да бізде орындалатын формулалар бар. Мінекей А-ның мәнін бізде проекциясы мен гипотенузаның көбейту арқылы бізде табуға болады. А деген қабырғаның ұзындығын, мынау А1 деген қабырғаның ұзындығы мен полный гипотенузасыны көбейтсек, бізде А-ның мәнін шығаруға болады екен. Және Б-ның мәнінде Б-ға жасалған бізде проекция мен полный гипотенузаны көбейтіп, түбірастын алсақ, Б-ның мәнін табуға болады. Және биіктіктің тағы бір формуласы бар, катеттерін көбейтіп, гипотенузаға бөлген. Және тік бұрышты үшбұрыштың мына бұрышта көрсетіліп қойған ауданы, ең көп пайдаланатын ауданымыз бізде А көбейтілген Б бөлінген 2. Яғни тік бұрышты үшбұрыштың ауданын қалай табамыз? Катеттерді көбейтіп 2-ге бөледі екенбіз. Және тағы бір аудан табу формуласы бар, биіктік пен гипотенуза арқылы. Биіктік пен гипотенузаны көбейтіп 2-ге бөлсек, онда да бізде тік бұрышты үшбұрыштың ауданын табуға болады. Олай болса, келесі бізде тік бұрышты үшбұрышта сырттай сызылған шеңбердің радиусын қалай табамыз десеңдер, мінекей тік бұрышты үшбұрыштың сырттай сызылған шеңбердің радиусын бізде гипотенузаны нешеге бөлжіреді екенбіз? 2 деген мәнге бөлжіреміз. Және осы жерде тік бұрышты үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусы мен медиананың ұзындығы бір-біріне оқшылар всегда әрқашан тең болады. Осы ережені сақтап алыңдар. Қазіргі уақытта есепте бізде былай берілген. Тік бұрышты үшбұрыштың радиусын бізде көбінесе медиана деп беріп қояды әдейіге. Өйткені, чтобы сендер білсін дейді, медиананың ұзындығы мен сырттай сызылған шеңбердің радиусының ұзындығы әрқашан бір-біріне тең болады. Түсіндіңіздер ғой? Демек, медиана мен радиус әрқашан бір-біріне тең болады екен. Енді келесі, тік бұрышты медианамыз, яғни мынау медиана берілетін болса ұзындық, мынау М болатын болса, мыналардың барлығы М-нің мәнін береді. Түсінді ма? М деген мәндерін жазуға болады. Міне 3R берілген, мынау сырттай сызылған шеңбердің радиустары. Және тік бұрышты үшбұрышқа іште сызылған шеңбердің радиусы мына формуламен табатын боламыз. А қосылған Б минус С бөлінген 2 деген формула. Және гипотенузаны 2-ге бөлеміз. Сырттай сызылған шеңбер десе гипотенузаны 2-ге бөле саламыз. Өйткені мынау гипотенуза С деген қабырғаны ровно 2-ге бөлетін болсақ, 2 радиусты береді. Центр ғой шеңбердің. Шеңбердің центрінен 2 радиусты береді екен. Келесі енді ерекше тік бұрышты үшбұрыштар деп қойдық. Мына жерде ерекше тік бұрышты үшбұрыштар деген ішкі бұрыштары 90, 30, 60 градус болатын үшбұрыштарды айтамыз. Ішкі бұрыштары 90, 30, 60 градус болатын болса, онда демек мынау бізде қабырғаларды мына қатынас арқылы табуға болады. 30 градусқа қарсы жатқан катет бізде гипотенузаның жартысы деген теорема бар. Білеміз, оқушылар? 30 градусқа қарсы жатқан қабырға А деп белгіленетін болса, гипотенуза онда бізде оқушылар 2А деп белгіленеді. Және бізде 60 градусқа қарсы жатқан қабырғаны мына А-ны түбірасты 3-ке көбейтіндісін береді екен. 60 градусқа қарсы жатқан қабырға А-ны түбірасты 3-ке көбейтеміз. 30 градусқа қарсы жатқан қабырға А деп белгіленеді. Ал бізде 90 градус, яғни гипотенузамыз бізде 2 еселенген А-ны береді. Яғни 30 градусқа қарсы жатқан қабырға мен гипотенуза әрқашан бір-бірінен 2 есе үлкен болады. Енді олай болса, мына тік бұрышты үшбұрыштардың қабырғаларын тауып шығуымыз керек. Мына бұрышымыз 30 градус деген, демек мына бұрышымыз 60 градус болады. Себебі мынау 90, 30, 60 ішкі бұрыштары 180-ді береді. Енді мына үшбұрыштың бірінші жоғарыда берілген үшбұрыштың қабырғаларын тауып шығайық. 30 градусқа қарсы жатқан қабырғаның ұзындығы 13 болатын болса, онда гипотенузамыз бізде оқушылар 2 есе үлкен болады. 13 болса 2 есе үлкен 26. Ал мынау 60 градусқа қарсы жатқан қабырғамыз 13 түбірасты 3 деп жазылады. Бірінші есеп аяқталды. Келесі есепте бізде мына бұрышымыз 60 градус деп қойын. 30 градусқа қарсы жатқан қабырғамыз 9 болатын болса, гипотенузамыз 18. Ал 60 градусқа қарсы жатқан қабырғамыз 9 түбірасты 3-ке тең. Келесі бізде мына бұрышымыз 30 градус, демек мына бұрышымыз 60 градусты береді. Енді 30 градусқа қарсы жатқан қабырғамыз 8 болатын болса, гипотенузамыз 8-ден 2 есе үлкен, яғни 16-ны береді.
Ал оны 60 градусқа қарсы жатқан қабырғамыз 8 түбір асты 3 деп жазып қоямыз. Келесі астыңғы бөлікте есептерде мынау 60 градус деп берілген, демек мынауымыз бізде 30 градус. Мына жерде қарайтын болсақ, 30 градусқа қарсы жатқан қабырға 10 болатын болса, гипотенузаның ұзындығы демек 20 деген ұзындықты береді. Ал 60 градусқа қарсы жатқан қабырғамыз мынау 10 түбір асты 3-ке тең. Келесі, мынау 60 градус, демек мына бұрышымыз 30 градус. Бізде 30 градусқа қарсы жатқан қабырға 26 болатын болса, гипотенуза 2 есе үлкен, яғни 52. Ал 60 градусқа қарсы жатқан қабырғамыз 26 түбір асты 3-ке тең болады. Мынауымыз бізде 60 градус деп берді мына бұрышымыз, демек мына 30 градус. 30 градусқа қарсы жатқан қабырға 2 болатын болса, гипотенуза одан 2 есе үлкен 4 болады. Ал 60 градусқа қарсы жатқан қабырғамыз, оқушылар, 60 градусқа қарсы жатқан қабырға 2 түбір асты 3-ке тең болады. 2 түбір асты 3. Енді келесі астыңғы бөліктерін қарайық. Мына бұрышымыз бізде 30 градус мына бұрышымыз. Енді 30 градусқа қарсы жатқан қабырға гипотенузаның жартысы. Гипотенузаның жартысы деген сөз демек 2-ні береді. Ал 60 градусқа қарсы жатқан қабырғамыз 2 түбір асты 3. Түсініңіздер ме оқушылар? Мына жерде гипотенузаны беріп қойса, онда 30 градусқа қарсы жатқан қабырға жартысы болады екен. Келесі мұнда 30 градусқа қарсы жатқан қабырға гипотенузаның жартысы 7-ге тең, ал 60 градусқа қарсы жатқан қабырғамыз 7 түбір асты 3. Мұнда да бізде 30 градусқа қарсы жатқан қабырғамыз 46-ның жартысы бізде 23-ті береді, ал 60 градусқа қарсы жатқан қабырғамыз 23 түбір астында 3 деген мәнді береді. 23 түбір астындағы 3 мінекей. Келесі, мына жерде 60 градус мына бұрышымыз. Мына жерде енді 30 градусқа қарсы жатқан қабырғаны жазайық. Гипотенузамыз 24, 30 градусқа қарсы жатқан қабырға 12. Ал төменгі бөлігі 12 түбір асты 3. Мына жерде 30 градусқа қарсы жатқан қабырға 4-ті береді, ал 60 градусқа қарсы жатқан қабырға 4 түбір асты 3-ке тең. Келесі, мынау гипотенузамыз 15 деп отыр, 30 градусқа қарсы жатқан қабырға, демек 15-тің жартысы 7,5-ға тең оқушылар. 7,5, ал мынау бұрышымыз 60 градусқа қарсы жатқан қабырға 7,5 түбір асты 3-ке тең. Оқушылар, мына жерде есептерден сұрақ бар ма? Түсінікті ме? Яғни мен 30-60-90 градусқа байланысты қабырғалар арасындағы қатынасты жазып шықтым. Яғни, егер тік бұрышты үшбұрыштың ішкі бұрышы 30-60-90 градус дема, сразу осындай басқа қабырғаларын толықтай тауып шығуға болады. Мына жердегі 8 есептің шешімдері түсінікті ме оқушылар? Түсінікті болса плюс қойып кетейік. Енді келесі мына есептердің мәнін тауып көрейік. Келесі. Синустар теоремасы арқылы шыққан оқушылар. Мынау 90 градус, мынау 30 градус, демек мына жеріміз 60 градус. Енді мына оқушылардың барлығын бәрі 30 градус және 30 градусқа қарсы жатқан қабырға мен гипотенузаны берді. Мына есептің барлығында 30 градусқа қарсы жатқан қабырға мен гипотенуза берсе, табу оңайырақ болады. Ал бізде оқушылар 60 градусқа қарсы жатқан қабырға беретін болса, онда былай табамыз оқушылар. Бұның ережесі сәл басқаша жүреді. 60 градусқа қарсы жатқан қабырғаны мен жасылмен қошақ қойын. Мінекей жасылмен қошақ қойдым. 60 градусқа қарсы жатқан қабырға А түбір асты 3-ке тең. Демек, мынау 6 түбір асты 3-ті бізде теңестіреміз. Мінекей А түбір асты 3-ке. 6 түбір астындағы 3-ті теңестіреміз А түбір асты 3-ке. Сонда осы жерде мен А-ның мәнін табатын боламын. Сонда 6 түбір асты 3-ті бөлеміз. Неге? Бізде А-ны тапқан кезде түбір асты 3-ке бөліп жіберуіміз керек. Сонда демек шығады. Мына жерде түбір аш пен түбір аш деген мәндерін қысқарып, А-ның мәні 6 шығады. Келесі мінекей А-ның мәні 6 шығатын болса, ары қарай не істейміз? Біз қалған қабырға, яғни 30 градусқа қарсы жатқан қабырғаның ұзындығы демек 6 деген сөз, ал гипотенузамыз 2 есе үлкен 12 деген қабырғаны береді. Түсінікті ме? Келесі есепте мына бұрышымыз 30 градус. Енді бұл жерде бізде тағы да 60 градусқа қарсы жатқан қабырға беріп қойған, 8 түбір асты 3-ті беріп қойған. 8 түбір асты 3-ті мұнда бізде А түбір асты 3-ке теңестіріп алайық. Сөйтіп А-ның мәнін табамыз. А түбір асты 3-іміз бізде 8 түбір асты 3-ке тең болып тұр. Енді А-ның мәнін табатын болсақ, осы жерден 8 түбір астындағы 3-ті бөлеміз түбір асты 3-ке. А-ның мәні шығады. Түбір асты 3-теріміз қысқарып кетіп 8 қалады. Демек, А-ның мәні 8-ге тең, ол деген сөз 30 градусқа қарсы жатқан қабырғаның ұзындығы 8, ал гипотенузаның ұзындығы 16 деген мәнді береді. Келесі, мына бұрышымыз 30 градус, демек мына бұрышымыз 60 градусты береді деген сөз. 60 градусқа қарсы жатқан қабырғамыз 12, демек мен не істеймін оқушылар? А түбір асты 3-ті теңестіреміз 12-ге. Осы жерде А-ның мәнін тапқан кезде 12 бөлінген түбір асты 3-ті аламыз.
12 бөлінген түбір асты 3 деген бізде оқушылар иррационалдықтан құтылуымыз керек. 12 бөлінген түбір асты иррационалдықтан құтылған кезде алымын да бөлімін де түбір асты 3-ке көбейтіп жібереміз. Сонда бізде не шығады осы жерде оқушылар? 12 түбір асты 3 бөлінген 3 болады мына жерде. Түсіндіңіздер ме, иррационалдықтан құтылатын болса? Демек немесе сразу жазбай ақ қойшы мына жерде иррационалдықтан құтылған түрін. 12-ні түбір асты 3-ке бөлген кезде иррационалдықтан құтылу арқылы сендер не деп жазып қоясыңдар? Аның мәні 4 түбір асты 3 деп қояйық. Демек 30 градусқа қарсы жатқан қабырға 4 түбір астындағы 3-ке тең. Ал гипотенуза мынаған қарағанда 2 есе үлкен болады, 8 түбір асты 3-ке тең болады екен. Яғни 60 градусқа қарсы жатқан қабырға берсе, міндетті түрде А түбір асты 3-ке теңестіріп осылай тауып аламыз. Мына есептерде оқушылар сұрақ бар ма? Түсінікті болса плюс қойып кетейік. Келесі есептерге өтемін мен. Мінекей, келесі есептеріміз бізде енді ішкі бұрыштары, тік бұрышты үш бұрышының ішкі бұрыштары 45 градустан болған кездегі жағдай. Тік бұрышты үш бұрыштарының ішкі бұрыштары 45 градустан болатын болса, мінекей мына бұрышымыз 45 деген, демек мынау да 45. 45 градус болатын болса, демек оқушылар қабырғаларының ұзындықтары тең болады. Яғни қай қабырғалар катеттерінің ұзындықтары тең болады деген сөз. Мына катетіміз 7 болатын болса, мына катет те 7 болады. Ал гипотенузаның ұзындығы түбір астын 2-ке көбейткенге тең болады. Яғни 7 түбір асты 2-ге тең болады екен. Келесі мына бұрышымыз 45 дейді. Демек мына бұрышымызда 45 градустан катеттеріміз тең болады. 16 болса мына қабырғада 16, ал гипотенузамыз 16 түбір асты 2-ге тең. Келесі мына бұрышымыз бізде 45 градус. Мына гипотенузаны беріп қойған бұл жерде. Мына 3 түбір асты 2 болса, қалған 2 катетті табуға болады. Бұндай жағдайда не істейміз? Мына 3 түбір асты 2 болса, катеттеріміз демек 3 деген ұзындықтан болады деген сөз. Катеттердің ұзындықтары оқушылар 3 деген қабырғаны береді. Себебі мынау гипотенуза оған қарағанда А деп белгіленген. Бұрышта формуланы қарасаңыздар болады. 45 градус болатын болса, 2 катеттер тең болады, ал гипотенуза әрқашан түбір асты 2-ге көбейтілгенге тең болады. Келесі, мына бұрышымыз 45 градус, мына бұрышымыз 45 градус. Бұл жерде енді оқушылар гипотенуза 24 деп беріп қойған. Демек қалған 2 катет табу керек. Бұл жерде бізде неге теңестіреміз? 24 деген санды А түбір астындағы 2-ге теңестіріп тауып аламыз. А түбір асты 2-ні 24-ке теңестіремін. Осы жерде Аның мәнін табу үшін 24 деген санды түбір асты 2 деген мәнге бөлжіреміз. 24-ті түбір асты 2-ге бөлжіреміз. Демек Аның мәні шығады. 24 түбір асты 2-ге бөлген кезде иррационалдықтан құтылатын болсаңдар 12 түбір асты 2 деген мән шығады. Демек мына қабырғалардың катеттері бізде катеттеріміз 12 түбір асты 2. Мына қабырғамызда бізде оқушылар 12 түбір астындағы 2 деген мәнді береді екен. Келесі, мына бұрышымыз 45 градус. Демек 45 градустан тең болатын болса, мынау 6 деген қабырғаны А түбір асты 2-ге теңестіреміз. А түбір асты 2-ін теңестіреді екенбіз бізде 6-ға. Осы жерде Аның мәнін табатын болсақ, 6-ны бөлеміз түбір асты 2-ге. 6-ны түбір асты 2-ге бөлген кезде бізде иррационалдықтан құтылу арқылы 3 түбір асты 2 деген мәнді аласыздар. Демек мына қабырғаларымыз 3 түбір асты 2, 3 түбір асты 2. Келесі мынау бізде 45 градус. 9 деген мәнімізді бізде оқушылар түбір асты 2-ге теңестірейік. 9 деген мәнді А түбір асты 2-ін 9-ға теңестіреміз. Сонда Аның мәні 9 бөлінген түбір асты 2. 9 түбір асты 2-ге бөлген кезде бізде 4,5 түбір асты 2 деген мәнді аламыз. Иррационалдықтан құтылу арқылы. 4,5 түбір асты 2, мынауымызда 4,5 түбір асты 2 деген қабырғаны береді. Мына есептер түсінікті ме оқушылар? 45 градусқа қатысты бәрін айттым, 60 градусқа қатысты қабырғалардың арасында қатынастың бәрін айттық. Келесі олай болса ары қарай есептерімізді жалғастырайық. Енді тік бұрышты үш бұрыштың кәдімгі қабырғалар арасындағы мәндерді шығарайық. Кеттік олай болса. Тік бұрышты үш бұрыштың катеттерінің қатынасы 4 бөлінген 3 қатынасындай, ал гипотенузасы 25 дейді. Оқушылар, мына тік бұрышты үш бұрыштың катеттерін қатынас арқылы беретін болса, онда демек жандарына x қойып жазамыз. Яғни 3/4 деген сөз, біреуі 3x, біреуі 4x деп жазды. Ал гипотенузасы 25. Мына жерде енді Пифагор теоремасы бойынша катеттерінің квадраттарының қосындысы, мінекей 3x қосылған 4x-тің квадраттарының қосындысы, ол бізде гипотенуза 25-тің квадратын береді. 3x-тің квадраты 9x квадрат, 4x-тің квадраты 16x квадрат, ол 25-тің квадраты 625 деген мәнді береді. 9 бен 16-ны қосатын болса, 25x квадрат тең болады 625. Енді осы жерден x квадраттың мәнін табатын болсақ, 625-ті 25-ке бөлеміз, сонда демек 25 шығады оқушылар. Мына квадратымыз теңдіктің оң жағына түбір асты болып барады. Түбір асты 25-тен бізде оқушылар шығады. X-тің мәні
5 деген шешім шығады екен. Демек, мынау тікбұрышты үшбұрыштың x-тің мәні бізде 5 шықты. Демек, мына тікбұрышты үшбұрыштың ауданын табыңыз дейді. Ауданын табу үшін мына бұрышымыз 90 градус деп қояйын. Енді қабырғаларын табайық. Мына 5 деген мәнді апарып, мына x-тердің орнына орналастырамыз. X-тердің орнына 5-ті қоятын болсақ, 3-ке 5-ті көбейтсем, 1 катетіміз бізде 15-ті береді. 4-ке 5-ті көбейтсем, 1 катетіміз бізде 20-ны береді. Ал гипотенузамыз 25. Енді осы тікбұрышты үшбұрыштың ауданын тап деген. S бізде ауданды қалай табамыз, оқушылар? Тікбұрышты үшбұрыштың ауданы A көбейтілген B бөлінген 2 деген формуламен табамыз. Яғни катеттерді көбейтіп 2-ге бөлеміз. Демек, 15-ті 20-ға көбейтіп 2-ге бөледі екенбіз. Катеттері 15 пен 20 ғой. Сонда шығады 150 деген аудан. Есептің жауабы шықты, оқушылар. Сұрақ бар ма, оқушылар? Мына есептен сұрақ бар ма? 5-ті барып x-тің орнына қойдым. 5-ті x-тің орнына қойған кезде 4 көбейту 5-ім 20 болды, 3 көбейту 5-ім 15 болды катеттер. Сұрақ бар ма, оқушылар? Түсінікті болса плюс қойып кетейік. 5 плюс. Кеттік қалай? Сұрақ жоқ. Кеттік, келесі. 6-шы есеп. 6-шы есепте бізде мынау бізде тікбұрышты үшбұрыштың гипотенузасына түсірілген биіктіктің ұзындықтарын бізде 4 және 9 болатын кесінділерге бөледі дейді. Осы үшбұрыштың ауданын тап дейді. Ол үшін оқушылар, мына 4 және 9 деген кесінділерге бөлетін болса, мына толықтай 4-ке 9-ды қосатын болсақ, гипотенузаның ұзындығы 13 болып тұр. Енді мына жерде h деген биіктікті жоғарыда тұрған бізде мына формула арқылы тауып аламыз. Мынау мен екінші қоршақ қойған бұрыштағы екінші қоршақ қойған формула арқылы табатын боламыз. h квадрат тең болады a1 көбейтілген b1 деген формула бар. Яғни, мынау бізде гипотенуза 2 кесіндіге бөлінген. A1 дегеніміз, мынау 4 деген санымыз бізде A1-ді білдіреді. Мынау 9 деген мәніміз бізде B1-ді білдіреді. Демек, осы жерден h-ты табатын болсақ, h квадрат тең болады A1 көбейтілген B1. A1 дегеніміз 4-ке тең, B1 дегеніміз 9-ға тең. Сонда h-тың квадраты тең болады. Евклид теоремасы бойынша мынау бізде. Яғни 4-ке 9-ды көбейтеміз, 36 деген мәнді алам. Және h-тың дәрежесінде квадрат мұнда түбірасты болып барады. Түбірасты 36, ол бізде шығады. Түбірасты 36-тан 6 деген мән шығады. Мінекей оқушылар, мынау тікбұрышты үшбұрыштың биіктігі табылды. H-ымыз 6-ға тең болды. Биіктігіміз 6-ға тең. Енді осы тікбұрышты үшбұрыштың ауданын табуымыз керек. Оқушылар, жаңағыдай аудан формуласын мен жоғарыда көрсетіп жазған болатынмын. Тікбұрышты үшбұрыштың ауданының 2 формуласы бар. Біреуі катеттерді көбейтіп 2-ге бөлеміз, және біреуі тағы бір формуласы гипотенузаны биіктікке көбейтіп, гипотенуза мен биіктікті көбейтіп 2-ге бөлеміз. Гипотенузаның ұзындығы бізде оқушылар мінекей көрсетілген. Гипотенуза с деген мәніміз 13-ке тең, ал биіктігіміз жоғарыда табылды. Мінекей гипотенузаға түсірілген биіктік пен мынау гипотенузаны көбейтіп 2-ге бөлеміз. Сонда с дегеніміз бізде 13-ке тең гипотенузамыз, биіктігіміз 6-ға тең, бөлеміз 2-ге. Демек, бізде ауданы шығады 39 деген мән. Түсінікті ме, оқушылар? Мына тікбұрышты үшбұрыштың ауданы 39-ға тең. Сұрақ бар ма, оқушылар? Түсінікті болса плюс қойып кетейік. 6-шы есеп түсінікті болса 6 плюс қойып кетейік. Келесі, 7-ші есеп. 7-ші есепте тікбұрышты үшбұрыштың катеттері 6 және 8, осы үшбұрышқа іштей сызылған шеңбердің радиусын тап дейді. Іштей сызылған шеңбердің радиусын жоғарыда оқушылар мінекей формуласын көрсетіп қойдым. Мұнда бізде 6 мен 8 деген сандар катеттері болып есептеледі. Тікбұрышты үшбұрыштың 6 мен 8 катеттері. Ал мына гипотенуза с. Бірінші гипотенуза с-ны табу үшін катеттерін квадраттап қоссақ. Сонда 6-ның квадраты қосылған 8-дің квадраты. С квадрат тең болады. 36-ға 64-ті қосатын болсақ, мына екен квадраттарын қоссаң 100 болады. С-ның мәні сонда бізде 10 деген мән шығады екен. 10 қайдан шықты десеңдер, квадрат түбірасты болып бар. Енді гипотенузамыз с-ымыз бізде 10-ға тең. Енді іштей сызылған шеңбердің радиусын табу үшін бізде не істейміз, оқушылар? Катеттерді қосып, гипотенузадан азайтамыз. Яғни катеттеріміз 6 мен 8-ді қосып, гипотенузамыз 10-нан азайтып, және 2-ге бөлеміз. 6-ға 8-ді қоссақ 14, одан 10-ды азайтсам 4 болады, 12-ге бөлсем 2 деген мән шығады. Яғни іштей сызылған шеңбердің радиусы 2-ге тең болады. Келесі, енді есептерімізге көшетін болсақ, бізде 20 есеп бар. Қазір 20 есепті талқылайтын боламыз. АД қабырғасының ұзындығын тап деді. Мұнда оқушылар АД қабырғасының ұзындығын қалай табамыз? Бірінші алдымен Пифагор теоремасы арқылы, мынау астындағы Пифагор теоремасы арқылы бір гипотенузаны тауып алсақ. БД қабырғасын табайық. БД қабырғасын Пифагор теоремасы арқылы мынау 3-4 деп отыр. Қаншаға тең болады? БД-мыз
BD қабырғасы 3 пен 4-тің квадраттарының қосындысы бізде 5 болады. Яғни 3-тің квадраты, міне BD қабырғасының ұзындығын табайық. 3-тің квадраты қосылған 4-тің квадраты. Сонда BD-мыз бізде қандай мән шығады? Мына екеуін квадраттап түбір астына алатын болсақ, бізде 5 деген мән шығады екен. BD-ның мәні 5 шықты. Енді оқушылар, мына жерде тағы да бір тікбұрышты үшбұрыш берілген. Мына тікбұрышты үшбұрышты сендерге қошап қоямын. AD қабырғасының ұзындығын табу керек. AD қабырғасының ұзындығын табу үшін тағы да Пифагор теоремасын пайдаланамыз. Пифагор теоремасы бойынша 5-тің квадраты қосылған 4-тің квадраты. Ол қанша шығады? AD қабырғасының ұзындығы оқушылар 25-ке 16 деген санды қосамыз. 25-ке 16-ны қосыңдар оқушылар. 41 болады. Түбір астындағы 41 деген мән. Мінекей оқушылар, AD-ның мәні табылды. Түбір асты 41 болады. Оқушылар, AD қабырғасының ұзындығы түбір асты 41 деген мәнді береді. Түсінікті ме мына есеп? Келесі есепке өтейік. ABC үшбұрышының периметрін табыңыз дейді. ABC үшбұрышының периметрін қалай табамыз? Кім отыр өзіңіз? Мына жерде оқушылар Пифагор теоремасын тағы да пайдаланатын боламын. Мынау AD қабырғасының ұзындығын тауып алуымыз керек. AD қабырғасының ұзындығын табу үшін бізде мынау Пифагор теоремасын пайдаланамыз. Тікбұрышты үшбұрыштың сол жағын. Мынау 10 деген қабырға және 6 деген қабырғаны пайдаланып AD қабырғасын табайық. Яғни катет қой бұл. AD қабырғасын табу үшін бізде 10-ның квадратынан азайтамыз 6-ның квадраты. Сонда AD-ның мәні оқушылар 8 деген мән шығады екен. AD-мыз бізде 8-ге тең болды. Енді мынау 90 градус болса, мына беті де 90 градус. Енді AC-ның ұзындығын табу керек. AC-ның ұзындығын табу үшін бізде оқушылар не істейміз? Мінекей AC дегеніміз екі катеттерді квадраттап қосамыз. Яғни 8-ге мына 8-ді квадраттап қосайық. Гипотенузаны табу үшін. 8-дің квадраты қосу, 8-дің квадраты AC-ның ұзындығы қанша болады оқушылар? Мына жерде 8 түбір астындағы 2 деген мәнді береді. 8 түбір асты 2. Яғни 128 ғой негізі. Түбір асты 128 мынау негізі. Сендерге сразу жаза салдым да мынау. Түбір асты 128. Оны бізде 64 пен 2-нің көбейтіндісін істеп, 8 түбір асты 2 деп жазуымызға болады. Енді мынау AC-ның мәні шықты. 8 түбір асты 2 екен. Енді ABC үшбұрышының периметрі дегеніміз, периметр дегеніміз барлық қабырғалардың ұзындықтарының қосындысы. Яғни 10 қосылған табаны бізде, табаны 8 пен 6-ның қосындысы 14 қосылған бізде бір қабырғасы 8 түбір асты 2. Сонда периметрі шығады. 10-ға 14-ті қоссақ 24 қосу 8 түбір астындағы 2 деген мәнді аламыз. Мінекей есеп шықты. Келесі есепте өтейік. ADC үшбұрышының ауданын табыңыз дейді. Бұл жерде оқушылар, бірінші AC қабырғасын тауып алайық. Мынау AC қабырғасын. AC қабырғасын табу үшін мынау тікбұрышты үшбұрышты пайдаланайық. AC қабырғасы дегеніміз мынау 30 пен 40 деген сандарды пайдаланып квадратта қосамыз түбір астында. 40-тың квадраты қосу 30-дың квадраты. AC дегеніміз 40 пен 30-дың квадраттарын қосатын болсақ, түбір астынан бізде 50 деген мән шығады. AC-ның ұзындығы 50-ге тең екен. Енді оқушылар AD қабырғасының ұзындығын табайық. AD қабырғасының ұзындығын табу үшін бізде не істейміз оқушылар? Катет табу керек қой бұл жерде. AD дегеніміз гипотенузаның квадратынан катеттің квадратын азайтып тастаймыз. Яғни 50-дің квадратынан азайтамыз оқушылар 14-тің квадратын. Сонда AD шығайын деп отыр. Қанша шығады мына оқушылар? Точно ма? 2304 дейді. Азайтсаңдар 2304 шыға ма? Түбір астын алыңдар. 48 болады деген оқушылар. Мынау бізде түбір астын алатын болсаңдар, квадраттап азайтып 48 деген мәніміз шығады екен. Демек, AD қабырғасы бізде 48 деген ұзындықты берді. Енді оқушылар, ADC үшбұрышының ауданын тап деген. ADC үшбұрышының ауданы дегеніміз бізде мынау катеттерін көбейтіп 2-ге бөлеміз. Міне, ADC үшбұрышын жасыл мен сендерге қошап қойын. Катеттерін көбейтіп 2-ге бөлеміз. Ауданы сонда S тең болады 48 көбейтілген 14 и бөлеміз 2-ге. Қанша шығады бұл бізде? 336 болу керек.
336 деген мәнді алады екенбіз. Адысы үшбұрыштың ауданы 336. Түсінікті ме оқушылар? Келесі, төртінші есепке өтейік. Төртінші есепте оқушылар мына жерде трапецияға ұқсайтын форма беріп қойған. Формасы жобасы мен бүйтемін. Бұл жерде мына жерден тік бұрышты үшбұрыш шығарамыз. Яғни, мына қабырғаға тура параллель болатындай Д бұрышынан бізде мынау төменге қарай ровно 90 градус, ровно тік болатындай қылып қабырға түсіремін. Яғни, мынаның ұзындығы оқушылар 4 болатын болса, мына қабырғаның ұзындығы, демек, мына қабырғаның да ұзындығы оқушылар қанша болады деген сөз. Бұл жерде 4 деген қабырғаны береді. Келісесіздер ме оқушылар? Мына қабырға 4 болса, демек, мына қабырғаның да ұзындығы тең болады. Өйткені мына екі қабырғаның ұзындықтары бір-біріне тең болуы керек деген сөз. Енді келесі, мына қабырғаның ұзындығы оқушылар 3 болатын болса, демек, табанның да ұзындығына жеріміз не болады? 3 деген ұзындықты береді. Келісесіздер ғой? Сонда 8-ден 3-ті азайтып тастайтын болсақ, мына қабырғамыз, BC қабырғасы бізде 5 деген ұзындықты береді екен. Сонда бізде соңғы DC қабырғасын табуымыз қалды. DC қабырғасы дегеніміз түбірдің астында квадраттап қосамыз қатеттерді. 4-тің квадраты қосылған 5-тің квадраты. Сонда қанша шығады? DC қабырғасы түбірдің астында 16 мен 25-ті қосамыз. 16-ға 25-ті қоссаңдар 41 болады. DC қабырғасы түбір асты 41. Оқушылар, мына есеп түсінікті ме? Қай жері түсініксіз болып қалды? Бүйір қабырғалар 4, мынау 3. Мынау 8-ден 3-ті азайтқан кезде мына қабырғасына 5 қалды. 3 пен 5-ті қосын 8 болу керек қой. Сөйтіп, мынау тік бұрышты үшбұрыш арқылы Пифагор теоремасымен DC қабырғасын таптық. Келесі 5-ші есебіміз. 5-ші есепте ABC үшбұрышының ауданын табыңыз деген. ABC үшбұрышының ауданын таппай тұрып, мынау H деген биіктікті тауып алсақ. Бұл жерде ауданның формуласын мына формуламен табатын боламын мен. Бірінші, H көбейтілген гипотенуза, H көбейтілген С бөлінген 2 деген формуламен табамыз. Енді бұл формулаға салмай тұрып, бірінші H-тың мәнін тауып алайық. H-тың мәні бізде мынау проекциялар деп аталады, екі кесіндіге бөлінген. H квадратына жоғарыда формуланы жазып қойын. H квадрат тең болады, A1 көбейтілген B1. Яғни H квадрат дегеніміз 4 көбейтілген 8-ге тең екен. Мынау екі қабырғаның көбейтіндісі. H-тың квадраты 4-ке 8-ді көбейтетін болса 32. Сонда H-тың мәні бізде түбір асты 32 деген мәнді аламыз. Түбір асты 32. Түбір асты 32 деген мәнінен оқушылар енді бізде екі санның көбейтіндісі ретінде алайын. Түбір асты 32 деген 16 мен 2 деген сандардың көбейтіндісі. Түбір асты 16-тан 4 шығады, ал түбір асты 2 деген мәніміз қалып қояды. Сөйтіп H-тың мәні табылды. Мінекей 4 түбір асты 32. Енді оқушылар ауданын табайық. S деген ауданын табамын. Мінекей жоғарыдағы формулаға апарып қоямын. H-тың орнына бізде 4 түбір асты 2-ні қоямын. H-тың орнына 4 түбір асты 2. Ал бізде С деген гипотенуза. Мынау тік бұрышты үшбұрыштың гипотенузасы, толықтай тік бұрышты үшбұрыштың гипотенузасы 4 пен 8-дің қосындысы 12 деген мәнді аламыз. 4 пен 8-ді қосатын болса 12, гипотенузамыз 12-ке тең. Ал бөлінген 2. Енді осы жерде қысқаратын мәндеріміз бар. 2 мен 12 деген сандарым қысқарады, алымында 6 қалады. 6-ны 4-ке көбейтетін болса, бізде 24 түбір астында 2 деген мән шығады екен. Демек, мына тік бұрышты үшбұрыштың ауданы 24 түбір асты 2 деген санды алды. Келесі 6-шы есеп. Мына жерде AB қабырғасының ұзындығын тап дейді. AB қабырғасының ұзындығын таппай тұрып, мына жерде екі кесіндіге мына жерде байқасаңдар тең деген ұзындықтар беріп қойған. Мына қабырға мен мына қабырға тең. Демек, AB қабырғасы мен X деп алатын болса, мына қабырғаның да ұзындығы оқушылар не болады деген сөз? X деген мәнді береді. Өйткені мына екі ұзындықтар бір-біріне тең. Енді мына жерде H деген мән берілген. Мына жерде тік бұрышты үшбұрыш Пифагор теоремасын пайдаланатын болсақ, екі тік бұрышты үшбұрыш пайда болған. Біреу арқылы бізде мынау H квадратты, мынау арқылы табатын болсақ, мінекей. H-ымызды бізде мынау үшбұрыш арқылы табатын болсақ, қалай табамыз егер? Мына тік бұрышты үшбұрышты пайдалансақ. H-ымыз бұл жерде не істеу керек, оқушылар? Гипотенуза X-тің квадратынан, яғни X-тің квадратынан азайтамыз оқушылар 3-тің квадраты. Және тағы да біз формула бар, мінекей жанындағы мынау бізде тік бұрышты үшбұрыш формула арқылы. Ол жерде бізде H-тың квадраты тең болады. 5-тің квадраты гипотенузадан азайтамыз X-тің квадраты. Енді осы H-тарымыздың мәнін бір-біріне теңестіретін боламыз осы жерде. Сонда X квадрат минус 3-тің квадраты тең болады. Екіншісі бізде 5-тің квадраты азайтылған X квадрат. 5-тің квадраты азайту
x-тің квадраты. Енді осы жерде x квадраттарды теңдіктің сол жағына өткізіп жүреміз. X квадраттарды сол жағына өткізсек, мінекей x квадрат қосу x квадрат тең болады. Мынау сандарымызды оң жаққа өткізейік. 5-тің квадрат. Өйткені не үшін екен бір-біріне теңестірдім оқушылар? Өйткені аштарымыздың мәні бізде бірге тең, екеуі бірдей емес па ұзындықтары. Сонда 5-тің квадраты қосылған 3-тің квадраты. H квадрат, x квадраттарды қоссақ 2x квадрат болады. 5-тің квадраты мен 3-тің квадратын қоссақ бізде 30 қанша болады мына жерде? 34 болады. Сонда x-тің квадраты тең болады 17-ге. X-тің мәні шығады, түбір асты 17 деген мән. Демек оқушылар, AB қабырғасының ұзындығы x деп алдық, AB қабырғасының ұзындығы түбір асты 17-ге тең болады екен. Сұрақ бар ма оқушылар мына есептен? Түсінікті болса плюс қойып кетейік. Келесі, 6-шы есепке өтейік. Минус дейді. Ақыл, қандай жерін түсінбей қалдым? Түк түсінбедімше дейді. Мына жерде ақыл беттігі үшін. Мына жерде мына екі қабырға тең екені белгілі, иә? H-тың мәнін таптық мына жерде. H-тың мәнін табу үшін не істедік бізде? Мынау H деген мәніміз Пифагор теоремасы. Бірінші Пифагор теоремасы не деп алдым? Яғни гипотенузаның квадратынан катеттің квадратын азайттық. Гипотенуза деген x, катет дегеніміз 3. X-тің квадратынан 3-тің квадратын азайттық. Және екінші формула бар бізде, жасылмен жазып қойын, неке жасылмен көрсетіп қойғаным. Бұл жерде де бізде Пифагор теоремасы бар. Яғни гипотенуза дегеніміз 5-ке тең, ал катетіміз x-қа тең. 5-тің квадратынан мінекей оқушылар астында азайтып қойдым x-тің квадрат. Мына жерде h деген ұзындық екеуі де ұзындықтар тең емес пе? Яғни мына h пен мына h-ты бір-біріне теңестіруге болады. Өйткені екеуінде де биіктігі бірдей. Мына тікбұрышты үшбұрыштың h мен мына тікбұрышты үшбұрыштың h-ы бірдей болып тұр. Демек, мына екі өрнекті бір-біріне теңестірдік. X квадрат минус 3-тің квадратын астында екінші бізде 5-тің квадрат азайту x квадратқа теңестірдік. Өстіп x-тарды сол жаққа, сандарды оң жаққа жинау арқылы x-тің мәнін таптық. Бұдан аттыны білмеймін басқа вариант. Келесі, бізде 7-ші есеп. 7-ші есепте AD қабырғасының ұзындығын табыңыз дейді. Мына жерде тікбұрышты үшбұрыш беріп қойған. Мынау AD қабырғасының ұзындығы дегеніміз бізде мынау нені береді? H-ты беріп тұр, иә? H емес, жоқ, жай ғана медиана екен мына жерде. Бізде ең алдымен былай істейікші. Мына тікбұрышты үшбұрыштың гипотенузаны тауып алайықшы, гипотенузасын. Гипотенузаны тауып алатын болсақ, мынау 24, мынау 10. Катеттер ғой, иә? Сонда гипотенузаны табу үшін с квадрат тең болады 24-тің квадраты қосылған 10-ның квадраты деп аламыз. Сонда с квадрат тең болады. 24 пен 10-ның квадраттарын қосатын болсақ, 24 көбейтілген 24 қосылған 100. 676 болады. Ол 676-ның түбір астынан алатын болсақ, қанша болады екен? С-ның мәні түбір астынан алсақ. 26 деген мәнді аламыз. С-ның мәні оқушылар 26-ға тең болады екен. Демек, мынау гипотенузасы оқушылар, мына тікбұрышты үшбұрыш, өйткені бір бұрышы 90 градус қой. 26 екен гипотенуза. Және 26 деген қабырға теңдей ровно 2-ге бөлінген. Демек, бұның қабырғалары қаншадан бөлінген деген сөз? 13. Егер оқушылар мынандай теорема бар, білеміз е, жоғарыда. Гипотенуза ровно жерге ортаға түсетін болса, мынау сырттай сызылған шеңбердің не істеп тұр бізде? Демек, радиусын білдіреді деген сөз. Мынау ровно ортаға түсетін болса. Мынау 13, яғни медиананың қызметін атқарып тұр. Медиана мен гипотенузаның жартысы бізде тең болады. Мынау медиананың ұзындығы деп алсаңдар, гипотенузаның жартысы. Өйткені мына жоғарыда бұрышта формула көрсеткен мінекей. R. Яғни, мына екі қабырға теңде ровно 2-ге бөлінетін болса, 13-тен мына қабырға, яғни түсірілген жасыл қабырғамыз теңде 2-ге бөлінетін болса, мына гипотенузаны, демек, мынау екі қызмет атқарады. Медиананың қызметі және сырттай сызылған шеңбердің радиусының қызметін атқарып тұр. Мына шеңберге сырттай сызылған шеңбердің радиусы. Демек, бізде AD-ның ұзындығы деген, AD-ның ұзындығы 13 деген ұзындықты береді. Міне R деген бойынша. Түсінікті ме оқушылар? Плюс қойып кетейік. 26-ны 2-ге бөлдім, теңдей 13-13-тен болды. Демек, 13-13 болса, мынау да 13 болады деген сөз ғой. Медиананың да ұзындығы. Келесі, 8-ші есебіміз. AH кесіндісінің ұзындығын тап дейді. Мынау биіктік, H деген биіктік, AH кесіндісі H биіктікті береді. Ол бізде мына формула, бұрыштағы формула арқылы табамыз. H-тың квадраты дегеніміз, мынау A1 мен B1 проекцияларының көбейтіндісі, яғни 3 көбейтілген 9.
Сонда h-тың квадраты 3-ке 9-ды көбейтсек 27 болады. H тең болады түбір асты 27. Түбір асты 27 дегеніміз ол бізде 3 түбір асты 3-ке тең. Демек, h кесіндісі, h дегеніміз бізде 3 түбір асты 3-ке тең. Мына биіктігіміз 3 түбір асты 3-ке тең. Оны қалай білдік? 9-ға 3-ті көбейтіп, түбір астына ала салдық. Келесі есепке өтейік. Катеттері 5 пен 12 болатын тікбұрышты үшбұрышқа іштей сызылған шеңбердің радиусы. Мінекей оқушылар, тікбұрышты үшбұрыш сызып қояйын. Сендерге катеттері қаншада қанша болған? Бұл бізде 5 пен 12 болған. Егер катеттері 5 пен 12 болса, гипотенуза сыны қалай табамыз? Пифагор теоремасы арқылы 12-нің квадраты қосылған 5-тің квадраты, я? 12-нің квадраты мен 5-тің квадратын қосатын болса, қанша болады? 144 қосу 25 қой бізде. 144 қосу 25, 169 болады. С квадрат тең болады 169-ға. С-ның мәні квадрат түбір асты болып баратын болса, С тең болады 13-ке. Демек, мына Пифагор теоремасы арқылы гипотенуза 13-ке тең деген сөз. Енді іштей сызылған шеңбердің радиусы деп отыр. Мына жерде оқушылар, іштей сызылған шеңбердің радиусы дегеніміз. Мінекей оқушылар, мынау ғой. Іштей сызылған шеңбердің радиусы. Мына радиусты қалай табамыз? Іштей сызылған шеңбердің радиусы жоғарыда формулада көрсетілген. А қосылған Б минус С. Яғни бұл жерде А мен Б деген катеттері оқушылар. Катеттерімізді қосамыз. 5 қосылған 12 азайтамыз гипотенузадан 13-тен. И бөлеміз 2-ке. Сонда сырттай іштей сызылған шеңбердің радиусы шығады. Мына тікбұрышты үшбұрышқа іштей сызылған шеңбер. Қанша шығады? 4, 2 деген мән шыға мына жерде. Оқушылар, дұрыс жаздым ба мен? 2 деген мән шығады 2. Келесі есепке өте берейік. 11-ші есеп. AH'сы үшбұрышының ауданын табыңыз дейді. Енді бұл жерде оқушылар, мынау биіктік берілген. Мынау H деген мәнді береді. 4 деген мынау бізде биіктік. Мынау бізде бір кішкентай кесінді A1 деп қойын. A1 проекциясы, яғни A1 қауырын проекциясы. Енді бізде H-сының ұзындығын табу керек. Мына ұзындық белгісіз болып тұр. Бұл бізде B1 проекциясы болатын. Бұл бізде жоғарыда тұрған формуланы пайдаланайық. Сонда H-тың квадраты тең болады. A1 көбейтілген B1 деген формуланы пайдалансақ. A1 дегеніміз бізде, мінекей. A1 көбейтілген B1. H деген мәніміз бұл жерде бізде оқушылар 4-ке тең, 4-тің квадраты тең. A1 дегеніміз бізде 2-ге тең көбейтілген. Мынау бізде жанындағысы B1. Сонда 4-тің квадраты 16-ны береді, тең болады 2 көбейтілген B1 формуласы. Сонда осы жерден B1-дің мәнін табатын болса, 16 бөлінген 2. B1 дегеніміз 16-ны 2-ге бөлетін болсақ, 8 деген сан шығады екен. 8 деген жауап шықты. 8 шықты оқушылар, B1-іміз 8-ге тең. Мынау кесіндінің ұзындығы, яғни қай кесінді бұл бізде HC кесіндісінің ұзындығы 8 деген ұзындыққа тең болады екен. Енді AHC деген үшбұрыштың ауданын табыңыз деген, ол AHC деген сендерге мына жерде қоршап көрсетіп қояйын, мінекей қызылмен мына тікбұрышты үшбұрыштың ауданы. Бұл тікбұрышты үшбұрыштың ауданын табу үшін катеттерді көбейтіп 2-ге бөлеміз. S аудан дегеніміз, яғни 8-ге көбейтеміз 4-ті и бөлеміз 2-ге. 8-ге 4-ті көбейтіп 2-ге бөлетін болсақ, ауданы 16 деген сан шығады. AHC, яғни катеттерін көбейтіп 8 бен 4-ті көбейтіп 2-ге бөлжеттік. Түсінікті ме оқушылар, мына жерде сұрақ бар ма? Қақтан біліп қойдың дейді. Шашлик деген кім осы? Шашлик деген атымен көріп жүрген. Голубникта. Келесі есепке өтейік. Мұнда бізде x-тің мәнін тап дейді. Мынау тікбұрышты үшбұрышқа түсірілген биіктік болып есептеледі. Оқушылар, x қосу 3 деген қабырғамыз биіктік. Мынау бізде проекцияларды білдіреді. Яғни, мына формуланы пайдаланамын. Бұрышта жазылған h квадрат тең болады A1 көбейтілген B1. H квадрат тең болады A1 көбейтілген B1. H дегеніміз бізде мына жерде H-тың мәнін жазып қойын. H дегеніміз x плюс 3-ке тең. A1 дегеніміз бізде белгісіз x деп тұр. Ал B1 деген мәніміз 12 деген мәнді береді. Біреуі A1, біреуі B1. Сонда H-тың орнына барып x плюс 3-ті қоям, мінекей. H-тың орнына x плюс 3-тің квадраты тең болады. A1 дегеніміз бізде x-қа тең, A1 деген мәніміз. Ал B1 дегеніміз бізде
12 деген ұзындық. Енді мынаны қысқаша көбейту формуласымен мен қазір ашатын боламын. А плюс b-ның квадраты бойынша x квадрат қосылған 6x қосылу 9-ды береді. Ал мына 12 мен x-ті көбейтетін болсақ, 12x-қа тең. Енді мына жерден x квадрат 12x-ті теңдіктің сол жағына өткізсек, мынау 6x пен 12x азайтылып минус 6x болады. Қосылған 9 тең 0-ге. Мынаны енді дискриминантпен шығаратын боламыз. Дискриминантпен шығаратын болсақ, x1 мен x2 деген шешімдеріміз қандай жауаптар шығады? Бізде 3 пен 3 деген жауаптар шығады, шешімдері. Міне, шешімдері 3 пен 3 шықты. Енді x-тің мәні 3-ке тең екен. Демек, болды, есеп аяқталды. Мына тікбұрышты үшбұрыштың егер қабырғаларын тап деп айтатын болса, x-тің мәні 3-ке тең. Мына 3-ті апарып мына жерге қоя саласыңдар. Сонда мынау түсірілген биіктігіміз, мына қабырғасы 12, мына x-іміз бізде 3-ке тең, ал биіктігі 6-ға тең болады екен. Осындай тікбұрышты үшбұрыш пайда болды. 3-ті апарып қойдық. Кеттік, келесі есепке өтейік. 13-ші есеп. Тікбұрышты үшбұрыштың гипотенузасы 10-ға тең, ал іште сызылған шеңбердің радиусы 2-ге тең дейді. Үшбұрыштың ауданын табыңыз дейді. Мінекей, тікбұрышты үшбұрыш сызып қояйын. Тікбұрышты үшбұрыш. Гипотенузамыз 10-ға тең. Ал іште сызылған шеңбердің радиусы, мінекей, мынаған іште сызылған шеңбердің радиусы 2-ге тең дейді. Мынау кішкентай r-іміз 2-ге тең. Енді үшбұрыштың ауданын табыңыз дейді. Бұл жерде мына формуланы пайдалану арқылы мен бізде бірінші алдымен a плюс b-ны тауып алсақ. Сонда кіші r дегеніміз, яғни 2 ғой, кіші r-іміз, радиусымыз 2-ге тең. Мына жерге апарып қоя салайыншы, осының астына. Кіші r-іміз бізде 2-ге тең. a плюс b минус s. a плюс b. Анау катеттері a плюс b тұра берсін, мінекей. a плюс b минус с деп тұр да, оқушылар. С деген гипотенузамыз қаншаға тең? Мынау гипотенуза бізде 10-ға тең дейді. Яғни с-ның орнына минус 10 деп қойдым. Бөлінген 2. 2-ні бізде пропорция арқылы 2-ге көбейтетін болсақ 4 болады. 4 тең болады a плюс b минус 10 деген мәнді аламыз. Сөйтеміз де мына минус 10 дегенді теңдіктің сол жағына өткізетін болсақ, a плюс b-ның мәні қанша болады, оқушылар? 10 мен 4 қосылып 14 деген мәнді береді. Яғни сонда катеттерінің қосындысы бізде, оқушылар, мына тікбұрышты үшбұрыштың катеттерінің қосындысы 14 деген санға тең болады екен. Енді сұрақ бізде, оқушылар, мына жерде 14 болатын болса, а мен b-ны сразу сендер табуларыңа болады. Егер нені білсеңдер, Пифагор үштігін білсеңдер. Пифагор үштігі бойынша а мен b қандай сан болуы мүмкін? Қосқан кезде 14 болу керек. Пифагорды беру керек, сандарын беру керек. Пифагор сандары. Қандай сандар деп ойлайсыңдар? Қандай сандарды квадраттап қосқан кезде 10-ды береді? Бәрекелді, мінекей комментарийға жазып жатыр. 6 мен 8 дейді. 6 мен 8-ді қоссаңдар 14 болады, және квадраттарының қосындысы 10-ның квадрат гипотенузаны беріп тұр, Демек, а мен b-ның мәні қанша деген сөз? 6 мен 8. Осылай табуға болады. Немесе екінші вариантта бар, бізде сәл ұзақтау болып кетеді, ол жағы. Бізде екінші вариантта мынау катеттерді квадраттап қосасыңдар. Яғни a квадрат қосылған b квадратты тең 10 деп аламыз, ал a қосылған b-ны бізде 14 деп аламыз. a квадрат қосылған b квадратты бізде a плюс b-ның былай алу керек болады. Сәл ұзақтау, бұл жол негізі ұзақтау болып кетеді. a плюс b-ның квадраты минус 2ab тең болады 10 деп ала тұрамыз. a плюс b-ның орнына 14-ті қоям. 14-тің квадраты азайтылған 2 көбейтілген ab тең болады 10 болады. 14-тің квадраты 196, 196-ның 10-нан азайтатын болсақ, минус 2ab-мыз бізде 184 болады, 184, минус 184. Сонда a көбейтілген b, 184-ті 2-ге бөлейік, 184-ті 2-ге бөлетін болсақ, бізде 92 деген мән шығады. Демек, a мен b-ның көбейтіндісі 92, ауданын табу үшін a мен b-ны көбейтіп 2-ге бөле саламыз. Демек, ауданы 48 шығады деп шығаруға болады. Бұл бізде негізінен ұзақтау жолда. Сондықтан мен ең дұрысы жаңағыдегідей Пифагор үштігі арқылы таба салсам да мына есепте болады. Негізі күрделі андай қиындау сандар тұратын болса, негізі обязательно өсіп табу керек болады, басқа вариант жоқ. Енді мына бізде сонда а мен b-ның мәні бұл жерде әдемі сандар шыға салды. А мен b-ның мәні 8 бен 6 деген сандар болады екен. Яғни a-ның мәні 8, b-ның мәні 6. Енді осы тікбұрышты үшбұрыштың ауданын тап деп отыр. Тікбұрышты үшбұрыштың ауданын табу үшін бізде не істейміз? А мен b-ны көбейтіп 2-ге бөлеміз. 8-ге көбейтеміз 6-ны и бөлеміз 2-ге. 8-ге 6-ны көбейтіп 2-ге бөлетін болсақ, 24 деген мән шығады екен. 24 шығады екен. Түсінікті ме, оқушылар, мына есептің жауабы? Тікбұрышты үшбұрыштың квадраттап қоссаңдар, 8 бен 6-ны квадраттап қоссаңдар 10 болады ғой. Келесі.
14-ші есепке өтейік. 14-ші есепте BC қабырғасының ұзындығын тап дейді. Бұл жерде мынау проекция арқылы шығаратын боламыз оқушылар. Евклид теоремасы арқылы. Мынау бізде тұрған мәніміз, мынау x деген осыған түсірілген проекция. Ал мынау полный қандай қабырға болады? Полный b мен с-ға дейінгі қашықтық бізде x қосылған 5-ке тең, b-дан с-ға дейінгі қашықтық x қосылған 5-ке тең. Енді бізде BC қабырғасының ұзындығын тап дейді, ол үшін бізде x табу керек. Бұл жерде мен мына бір формуланы пайдаланамын. Жоғарыда, ең жоғарыда көрсетілген мен қоршап қойдым. Мінекей A деген қабырға, мінекей A деген қабырғаның орнында байқасаңдар, мына жерде не тұр? 2 түбір асты 6 тұр. A-ның орнында 2 түбір асты 6. Тура осыған ұқсайды. Ал A1 дегеннің ұзындығында не тұр мынау? A1 деген ұзындықта бізде мына жерде байқасаңдар формулада x деген мән тұр. Және бізде s деген мәніміз, s деген толықтай ұзындықтың қосындысы, s деген мәніміз. S дегеніміз бізде x қосылған 5-ке тең. Енді осы жерде формула бойынша, жоғарыдағы формула бойынша a квадрат тең болады a1 көбейту s деп тұр, a квадрат тең болады a1 көбейту s. A дегеніміз 2 түбір асты 6, міне 2 түбір астында 6-ның квадраты тең болады. A1 дегеніміз ол бізде оқушылар x-қа тең, ал s деген гипотенуза. Гипотенузамыз бізде оқушылар x қосылған 5-ке тең болып тұр. 2 түбір асты 6-ны квадраттайтын болса, 2-нің квадраты 4, түбір асты 6-ның квадраты 6 болады. 4-ке 6-ны көбейтсеңдер, 24 тең болады. X-ті x-қа көбейтсек, ашсақ x квадрат болады мұнда. Қосылған 5x. Енді осы жерден ары қарай шығаратын болсақ, x квадрат қосылған 5x, 24-ті теңдіктің оң жағына өткізіп жібереміз. 24-ті оң жаққа өткізген кезде минус 24 болады. Минус 24 тең болады 0-ге. Мінекей оқушылар. Мына жерден квадрат теңдеу пайда болды. Енді квадрат теңдеудің x-тің шешімдерін табайық. X-тің шешімдері қандай жауаптар шығатынын тауып көрсек. Қандай сандар? Көбейтсек минус 24, қосқан кезде минус 5-ті береді оқушылар. Минус 8 бен 3 деген сандар деп отыр. Мінекей оқушылар, молодцы, өте жақсы. Минус 8 бен 3-ті көбейтсек, минус 24, қосқан кезде минус 5-ті береді, әдем. Енді осы жерде бізде бір санды алмаймыз, жауапқа қабылдамаймыз. Минус 8 деген санды жауапқа қабылдамаймыз. Себебі үшбұрышта, геометрияда қабырғаның ұзындығын теріс мәнмен бермейді. Теріс мәнді алмаймыз. Тек оң мәнді аламыз, плюс 3. Демек, x-тің мәні 3-ке тең деген сөз. Демек, BC қабырғасының ұзындығы мына жеріміз 3-ке тең болып тұр. Демек, BC қабырғасының ұзындығы тең болады. X қосылған 5 деп едік. X-тің орнына бізде 3-ті қоямыз. Сонда 3 қосылған 5, жауабы 8 деген ұзындық шығады екен. BC қабырғасының ұзындығы 8-ге тең. Мына есеп түсінікті болса, плюс қойып кетейік. 14 плюс. Келесі, 15-ші есепке өтемін. AH кесіндісінің ұзындығын табыңыз дейді. Оқушылар, мына жерде AH кесіндісінің ұзындығы деген ол биіктікті сұрап отыр, Биіктікті бізде мына ең төмендегі формула арқылы табатын боламыз. A көбейтілген B бөлінген S. Бұл жерде гипотенуза S-ны тауып алу керек. Алдымен гипотенуза S-ны қалай табамыз? Яғни мынау гипотенуза S-ны табу үшін катеттерін квадраттап қосамыз, Яғни 5-тің квадраты қосылған, 5-тің квадраты қосылған, 12-нің квадраты деген формуланы пайдаланып. Сонда S квадрат 25-ке 144-ті қосайын деп тұрып қана жерде. 25 қосылған 144. Сонда S тең болады. 25 пен 144-ті қосып, түбір астына алатын болсақ, бізде 169 деген мән болады. S тең болады 13. Демек, гипотенузаның ұзындығы, мынау толықтай ұзындықтың гипсымыз 13-ке тең. Енді H-тың мәнін тап деп отыр. H-тың мәнін табу үшін шеткі жақта бізде қоршалған формуланы көрсетіп қойдым. A көбейтілген B бөлінген S. A мен B деген мынау бізде 12 мен 5-ті айтамыз. Яғни 5 көбейтілген 12 бөлеміз, оны гипотенуза 13-ке. Сонда 5-ке 12-ні көбейтетін болса 60 болады, оны бөлеміз 13 деген санға. 60 бөлінген 13 шығады екен. Биіктігіміз 60 бөлінген 13. Түсінікті ма оқушылар, мынау? 15-ші есеп түсінікті болса, 15 плюс қойып кетейік. Келесі, 16-ші есебіміз. Өз 20 есепке сәл қалды, аяқтауымызға. 20 есеппен аяқталады өзі. 16-ші есепте мына жерде Пифагор теоремасы арқылы BC қабырғасының ұзындығын тап дегенде, бұл жерде бізде қазір Пифагор теоремасын пайдаланатын боламыз. Алдымен бізде бұл жерде битсек.
Бізде мынау аштың мәнін беріп тұр. Мынау 8 деген мәніміз бізде ашқа тең. Биіктікке тең. Мынау проекция аладыңыз. Мынау проекция. Мынау BE қабырғасының ұзындығы, мынау BE қабырғасының ұзындығы A1 деп алатын болсам, A1 деп алатын болсам, демек H дегеніміз, мына формуланы береді ғой бізде, білеміз. H дегеніміз қай жерде жазылды? Мінекей. A1 көбейтілген B1. H квадрат тең болады A1 көбейтілген B1. Демек, осы жерде H дегеніміз 8-ге тең, 8-дің квадраты тең болады A1 көбейтілген, деп жазамыз бізде B1 дегеніміз 4 түбір астындағы 2-ге тең. B1 деген 4 түбір астындағы 2. Сонда A1-ді тапсам, 8-дің квадраты 64-ке тең, 64-ті бөлеміз 4 түбір астында 2-ге. Енді 64 түбір асты 2-ге бөлген кезде қысқарады бізде. Екеуінде қысқартатын болсақ, 16 бөлінген түбір асты 2 болады. Қысқарады. 4 пен 64 қысқарды ғой мына жерде. 4 пен 64 қысқарды, 16 бөлінген түбір асты 2. Иррационалдықтан құтылатын болсақ, 8 түбір асты 2 болатын. Демек, A1-іміз табылды оқушылар. A1-дің мәні демек 8 түбір асты 2. 8 түбір асты 2 мен 4 түбір асты 2-ні көбейтсеңдер, бізде H биіктіктің квадратын беріп тұр. Мен тек жоғарыдағы тікбұрышты үшбұрыш арқылы тапқан болатын мына жерде. Енді бізде есі қабырғасының ұзындығын табу керек. Мынау есі қабырғасының ұзындығын табу үшін немесе былай істейік. Қазір оңайлау жолы. Так. Мынауымыз бізде полный 8 түбір асты 2-ні беріп тұр. Енді мәселе қай жерді тапсақ болады? Бұсы дейді. Есіні таппай тұрып, қазір сәл былай істесек. Так. A-ның ұзындығын тапсақ қалай болады екен? A-ның ұзындығын. A-ның ұзындығын тауып алайық. Сосын A-да арқылы A-ны тапсақ болады. A-ны тапсақ болады. Все. Бүтіп, Ой-бай. Басы. Былай істейікші мақұл. Бір квадрат, былай істесем. Есінің ұзындығын былай табайық. Оқушылар, есі деген ұзындығын мен Евклид теоремасы арқылы тапсам. Есінің ұзындығы дегеніміз мына қашықтық қой бізде, оқушылар, білеміз. Есінің ұзындығын мынау биіктік арқылы тапсақ. Түсінесіңдер ме? Мынау 4 түбір асты, мына жердегі үшбұрыш арқылы. Мен сендерге бөлек қарастырайын. Мына жеріміз бөлек қарастырып берейін сендерге. Міне, есінің ұзындығы мына жерде мынауымыз 4 түбір асты 2-ге тең. Ал мына қабырғамыз 8-ге тең. Ал мына жеріміз есі мынау x болып тұра тұрсын, x болып. Енді осы жерде тағы да формула пайдаланатын болсақ, есінің квадраты ол бізде, есі деп қой, 4 түбір асты 2-ның квадраты мынау бізде x пен 8-дің көбейтіндісіне тең болады. Түсініңіздер ме? Евклид теоремасы арқылы 4 түбір асты 2-ның квадраты ол тең болады мынау 8 бен мына x-тің көбейтіндісіне. 8 көбейтілген x-қа тең болады. Келсесіңдер ғой. 4 түбір асты 2-ның квадраты 16, мынау бізде мынамен 32 болады. 16, анауысымен 32 тең болады 8x. Мінекей оқушылар, 4 түбір асты 2-ның квадраттан 32 болды, мынау 8x. Сонда 8-ді 32-ге бөлетін болсақ, 4 деген мән шығады. X-тің мәні 4 шықты. Демек, бізде мынау BC қабырғасын енді табуға болады. Есінің ұзындығы 4 шықты. BC-ның қабырғасының ұзындығын табу үшін Пифагор теоремасын пайдаланамыз. Пифагор теоремасында бізде есінің ұзындығы бар. Мінекей, тікбұрышты үшбұрыш болып тұр ғой сендерде. Тікбұрышты үшбұрыш, мына қабырға 4, мына қабырға 8 түбір асты 2. Сонда Пифагор теоремасымен 8-дің
квадраты қосылған 8 түбірасты 2. 4-тің квадраты қосу 8 түбірасты 2-ның квадраты. Бысымыз қанша шығады? 16. Мына 8 түбірасты 2-ні квадраттайтын болсаңдар, 64, ана 164, 128 болады. 128-ге 16-ны қосасыңдар. 128-ге 16-ны қосайық. 144 болады екен. Түбір астында 144, одан шығады 12 деген мән. Демек, бысы қабырғасының ұзындығы 12-ге тең болады. Оқушылар, мінекей. Есі 4 болмай ма дейді. Молодцы. Кеттік ал. Келесі есептерге өтейік. Олай болса оқушылар. 17-ші есеп. 17-ші есепте тікбұрышты үшбұрыштың гипотенузасына түсірілген биіктік гипотенузаны екі кесінділерге бөледі дейді. Яғни мынандай тікбұрышты үшбұрыш сызып қояйын сендерге. Мына бұрышымыз 90 градус оқушылар. Сәл ұқсамай қалды. Мына бұрышымыз 90 градус. Мына бұрышымыз 90 градус. Мына жерден биіктік түсіріледі. Мына биіктік түсіріледі. H деген биіктік. H деген биіктік мына гипотенузаны біреуі 3, біреуі 12 деген қабырғаларға бөледі. H деген биіктігіміз. Енді осы жерден бізде не істеу керек? Алдымен оқушылар H-тың мәнін табу керек. H-тың квадраты дегеніміз, жаңадан бері қақсап айтып келе жатырмыз. H-тың квадраты ол нені береді? Мынау екі кесіндінің көбейтіндісін береді. Яғни 3 көбейтілген 12. Сонда H квадрат тең болады 36-ға. H тең болады. Квадратымызда түбірасты болып барады 36-ға. Түбірасты 36 деген саннан бізде 6 деген мән шығады екен. H-тың мәні 6 шықты. Енді мына үшбұрыштың ауданын тап деген. Ауданын табу үшін бізде білеміз формуласы бар. Бітті қазір 4 есеппен. С көбейтілген H бөлінген 2 деген формуланы пайдаланамын. Гипотенуза мен биіктікті көбейтіп 2-ге бөлем. Мынау гипотенуза оқушылар 3 пен 12-ні қоссаңдар, гипотенуза 15-ге тең. 15-ке көбейтеміз биіктік 6-ны бөлеміз 2-ге. 15-ке 6 көбейтіп 2-ге бөліңдер, сол кезде жауабы шығады. Ауданы. 45 шығады оқушылар, иә? Ауданы сонда 45-ке тең болады екен. Тікбұрышты үшбұрыштың. Келесі 18-ші есебіміз. 18-ші есепте бізде тең бүйірлі тікбұрышты үшбұрыш дейді. Тең бүйірлі деген сөз демек мына екі қабырғаның ұзындығы тең деген сөз. Мына бысы қабырғасы мен асы қабырғасының ұзындықтары тең деген сөз. Бысы қабырғасы мен асы қабырғасының ұзындықтары тең болатын болса, демек ішкі бұрыштары жаңада айтқанымдай 45 градустан болады деген сөз. Түсіндіңдер ме оқушылар? Ішкі бұрыштары 45 градустан. Жаңа де формула бұрыштармен көрсетіп қойғам әдейіге ішкі бұрыштары 45 градус болса және гипотенуза 8 болса тең бүйірлі үшбұрыш және тік бұрышты тең бүйірлі үшбұрыш болатын болса, онда бізде мына гипотенузаны А түбірасты 2-ке теңестіреміз. Гипотенуза 8 ғой бізде. Сонда А түбірасты 2-ін теңестіреміз бізде 8-ге. Сөйтіп катеттерін тауып аламыз. Осы жерден А-ның мәнін табатын болсақ 8 бөлінген түбірасты 2. А шығады, иррационалдықтан құтыласыңдар өздерің, түбірасты 2-ге алымы бөлімін көбейту арқылы, сол кезде 4 түбірасты 2 болады. Демек, мынау 2 катеттерінің ұзындықтары 4 түбірасты 2, астыңғысы да полный бізде 4 түбірасты 2-ге тең болады екен. Енді B мен D кесінділерінің ұзындығы деген, мыналар теңге 2-ге бөлінді, демек ол деген сөз, мынауымыз 2 түбірасты 2, мынау 2 түбірасты 2. Табанындағы катетіміз 2 түбірасты 2, 2 түбірасты 2. Ал мына катетіміз 4 түбірасты 2. Енді АД кесіндісінің ұзындығын тап деген, АД кесіндісінің ұзындығын табу үшін әжіре кішкентай тікбұрышты үшбұрышты пайдаланамыз. Мындай кішкентай тікбұрышты үшбұрыш, бұл жерде бізден не істейміз? Мінекей. Мынау катетіміз 4 түбірастында 2-ге тең, ал астыңғы катетіміз 2 түбірасты 2-ге тең. 2 түбірасты 2-ге тең. Ой, мынауымыз 2 түбірасты, сыймай қалды, жазылмай қалды. Ең гипотенуза А-ны табу керек. А-ның қанша болады сонда? Сұрақ оқушылар. А-ды қанша болады? Не істейміз? Түбірастында квадраттап қосайық енді. 4 түбірасты 2-ні квадраттап қосамыз 2 түбірасты 2-ның квадратына. Сонда қанша шығады? Түбірастында қанша болады оқушылар? 4 түбірасты 2 деген 16 көбейту 2, 32 болады. Мынау 32, мынау 8. 32 мен 8-ді қоссақ, түбірасты 40 болады екен. Түбірасты 40 дегенде бізде 2 түбірастында 10 деп жазуымызға болады. Есеп шықты. 2 түбірасты 10. Түбірасты 40 шықты. А-ды ұзындығы сонда 2 түбірасты 10 деп қоямыз. Теңді 2-ге бөлген соң 4 түбірасты 2-ні ровно 2-ге бөліп жүрмін ғой. Келесі 19-ші есеп, 2 есеп қалды, сонымен бітеді.
Бізде мынау 30 градус деген, мына бұрышымыз 90 градус. Оқушылар, мына жері 30 градус болса, демек мынау С бұрышы 60 градус болады деген сөз. Өйткені тік бұрыш дәу үлкен сырттай қарайтын болсаңдар, мына тік бұрышты үш бұрышқа сырттай қарайтын болсақ, мына бұрышым 90 градус, мынау 60 градус, мынау 30 градус деп берген. Келісесіңдер ғой? Енді бізде ары қарай мына жеріміз 90 градус деп беріп қойған екен. Мынауымыз 90 градус болса, мына беті де 90 градус болады деген сөз. Жазыңқы. Мынау 30, мынау 90 болса, мына бұрышымызда бізде оқушылар 60 градус болады. Енді ары қарай асық қабырғасының ұзындығын тап дейді. Мұнда асық қабырғасының ұзындығын таппай тұрып, былай істеп алсақ. Мына қабырғамыз 3-ке тең болатын болса, демек бұл 30 градусқа қарсы жатқан қабырға, гипотенузасы онда не болады? Мына кесіндіміз 6 болады. Мына 3 болса 2 есе үлкен. Ал BE ұзындығы бізде 3 түбірасты 3 болады. 60 градусқа қарсы жатқан қабырғаны кішкентай тік бұрышты үш бұрышты қарастырып жатырмыз. Кішкентай тік бұрышты үш бұрышта гипотенузамыз 6, мына катетіміз 3 түбірасты 3-ке тең. Енді бізде келесі амал бізде былай істейік. Қалай мен түсіндірсем болады. Енді келесі амал үлкен үш бұрышты қарастырайық. Мына үлкен үш бұрышта бізде мына бұрышымыз 60 градус, мына бұрышымыз 60 градус, мына бұрышымыз 30 градус. Мынау 90 градус болып тұр. Мына қабырғаның ұзындығы толықтай қанша болып тұр? Бізде оқушылар, мінекей 6 мен 3-тің қосындысын аламыз. 6 мен 3-тің қосындысы, общий бізде мына қабырғамыз, сонда катетіміз 9-ға тең. Енді демек, осы жерде 60 градусқа қарсы жатқан қабырға 9 болатын болса, демек 9 деген санды мен А түбірасты 3-ке теңестіріп, А-ның мәнін тауып алсақ. А түбірасты 3-ті 9-ға теңестіріп, мінекей А-ның мәні сонда шығады 9 бөлінген түбірастында 3. Иррационалдықтан құтылатын болсақ, 3 түбірасты 3 деген мән шығады. Бұл 3 түбірасты 3-ті барып, мына 30 градусқа қарсы жатқан қабырғаға жазатын боламыз. Демек, сонда асық қабырғасының ұзындығы 3 түбірасты 3, ал гипотенузаны тап дейтін болса, ол 6 түбірасты 3 болады. Яғни 2 есе үлкен. 30 градусқа қарсы жатқан қабырғаға қарағанда 2 есе үлкен болады. Мінекей, осымен есебіміз аяқталды. Келесі есепке өтейік. 20-шы есебіміз, сонымен бір есеп қалып бітеді. 20-шы есепте мына бұрышымыз 30 градус деп берілген. Демек, мына толықтай мына бұрышымыз бізде 60 градусқа тең деген сөз. Үлкен тік бұрышты үш бұрыш берілді. Тік бұрышты үш бұрыштың бір бұрышы сырттай қарайтын болсақ 30 градус, мына бұрышымыз 60 градус, мына бұрышымыз 90 градус. Енді гипотенузамыз бізде 10-ға тең дейді. 30 градусқа қарсы жатқан қабырға, демек, мынау гипотенуза 10 болатын болса, 30 градусқа қарсы жатқан қабырға, гипотенузаның жартысы бізде 5-ке тең. Ал 60 градусқа қарсы жатқан қабырғамыз бізде не болады? 5 түбірасты 3-ке тең болады, табаны. Енді, мына жерде ішкі бұрыштар мынау 45 градус деп берілген екен. Демек, 45 градус болатын болса, мен тағы да бір кішкентай тік бұрышты үш бұрыш сызып қояйын. Мынау бізде ішкі жағын алатын болсақ. Мына бұрышымыз 45 градус. Демек, мына бұрышы да оқушылар не болады деген сөз? Мынау кішкентай қылып алатын болсақ, 60 емес. Мынау кішкентай жеріміз, мына жеріміз 45 градус. Демек, 45 градустан тең болатын болса, мынау 45 градусқа қарсы жатқан қабырғамыз қазір 5 болып отыр. Демек, мынау да бізде 5 болады деген сөз. Екі қабырға ішкі бұрыштар 45 болса 5-5-тен болады. Ал мынау А-ның ұзындығы демек 5 не болады? Бізде оқушылар түбірасты 2 болады. 45 градустан болса гипотенуза 5 түбірасты 2. Демек, сонда бізде мынауымыз, мына қабырғамыз 5 болды, мына қабырғамыз 5 болды. Ал мына общий қабырғамыз 5 түбірасты 3 болды. Ал А-ның ұзындығы 5 түбірасты 2 болды. Түсінікті ме оқушылар? Мынау полный 60 градус, соңына кішкентай кусогы 45 градус болып тұрған. Келесі 21-ші есеп осымен бітеді. Тік бұрышты үш бұрыштың ауданы 150-ге тең дейді. S деген аудан деп қойын. Ауданымыз 150-ге тең. Катеттерінің біреуі 15 сантиметрге тең дейді. Мінекей тік бұрышты үш бұрыш сызып қойын. Тік бұрышты үш бұрыштың бір катеті 15-ге тең. Ана бір катет белгісіз. Тік бұрышты төбесіне түсірілген биіктікті табыңыз дейді. Биіктіктің ұзындығы. Мынау H деген мәнді тап дейді оқушылар. Мынау H-ты табуымыз керек. Бұл жерде H-ты табу үшін алдымен бізде мынау А қабырғасын тауып алсақ. Үшбұрыштың ауданы, тік бұрышты үшбұрыштың ауданының формуласын жазып қойын мен сендерге. S тең болады, А көбейтілген Б бөлінген 2 деген формула бар. Катеттерін көбейтіп 2-ге бөлеміз. Сонда S-тің орнына апарып мен 150-ді орналастырамын. Міне S-іміз 150-ге тең. А мен Б деген катеттері. Бір катетіміз А-ға тең, бір катетінің ұзындығы бізде 15-ге тең. Сөйтіп бөлінген 2. Сонда бізде қазір бір катеттің ұзындығын табайын деп жатыр. Ауданымен бір катет берілетін болса, екінші катетті табуға болады. Пропорция 150-ді 2-ге көбейтсек 300 болады. Ол тең болады 15 А-ға.
А мен 15-ті көбейтеміз. 2-ні 150-ге көбейтеміз пропорция арқылы. А-ның мәнін табатын болсақ, бұл 300-ді 15-ге бөлейік. 300 бөлінген 15, ол бізде А-ның мәні 20 шығады. Демек, мына тікбұрышты үшбұрыштың бір катеті 20-ға тең. Демек, енді бізде гипотенуза табу керек еді. Гипотенузаны табу үшін с-ны жазам. С квадрат тең болады катеттерінің квадраттарының қосындысы. 20-ның квадраты қосылған 15-тің квадраты. С қанша шығады енді үшін оқушылар? Түбір астында. 400 қосу 225 оқушылар. Ол 625 болады түбір астында. 625, түбір астында 625-тен шығады бізде гипотенуза, сонда ұзындығы 25 шығады екен. Енді H-тың мәні биіктіктің ұзындығын тап деп отыр. Биіктіктің ұзындығын табу формуласы мінекей төменде көрсетілген. А көбейтілген Б бөлінген С. А мен Б катеттері 20-ға катеті 15-ті көбейтеміз, және бөлеміз оған гипотенуза. Гипотенузамыз бізде 25 шыққан. Енді осы жерде қысқарады, 15 пен 25-ті 5-ке қысқартса, 3 қалады, мына жерде 5 қалады. Сонда шығады 12 деген ұзындық шығады екен. 23-ке көбейт 5-ке бөлсеңдер 12 деген ұзындық шығады екен. Осымен бізде бүгінгі есебіміз аяқталды. Келесі сабақта көріскенше сау болыңдар оқушылар. Жақсы ағай. Сау болыңыз. Жақсы, сау болыңдар. Бай, кеше.